Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сүзбе қосылып дайындалатын өте жүп-жұмсақ шоколадты пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін, барлығына ұнайды деген сенімдемін. Ол үшін бізге шұңғыл ыдысқа жұмыртқамызды жарып аламыз, кейін үстіне қантымызды салып, ақ көпіршік пайда болғанша миксердің көмегімен араластырып аламыз. Кейін үстіне сұйық майымызды құямыз, сүтімізді құйып, какао мен қосқыштығымызды араластырып салып, ұнымызды електен өткізіп, миксердің көмегімен біркелкі масса жасап аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай жасалуы өте оңай, қарапайым. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр, қант, бір жұмыртқа және де кукурузды крахмал саламыз. Кукурузды крахмалдың орнына ұн салсаңыз да болады. Және де егер сізде творожный сыр болмаса, кәдімгі творогты да пайдалансаңыз болады. Енді бұл салмамызды осындай кондитерлік мешокқа салып аламыз. Кейін бізге жолақтар салуға өте ыңғайлы, оңай болады. Ендігі кезекте пирогымызды формаға құямыз. Мендегі форманың диаметрі 20-30. Егер де сізде домалақ болатын болса, 30 сантиметрлік формаға құйсаңыз болады. Егер сізде одан кішірек болатын болса, рецептімізді бір есеге азайтып дайындайтын боламыз. Осылай творожный сырымызды жолақтар етіп, видеода көрсетілгендей орналастырамыз. Кейін қызып тұрған 180 градустағы пешке 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болған пирогымызды сәл суытып, формамыздан ажыратып, үстіне қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Өте жүп-жұмсақ әрі дәмді болып дайындалады. Жасалу жолы да өте оп-оңай. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.